Ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң оның 40 уәзірі болады ғой. Bir күні хан уәзірлермен мәжілістес болып отырып: Уәзірлерім, сендер қырқыңда асып туған ақылды данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, және шөптің жаманын, құстың жаманын тауып әкеліңдер. 11 ай уақыт беремін. Сол 11 айдың ішінде тауып келмесеңдер, жазалы боласыңдар. Хан бұйырған соң амал жоқ. Уәзірлері өзара ақылдасып іздеуге кіріседі. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен, арасынан жүрсе киім жыртылады. Мал жемейді екен, шөптің жаманы осы ғой деп шеңгелді алады. Үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз. Құстың жаманы осы екен деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай, 40 уәзір келе жатса, таудың етегінде үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар. Bir адам 5-10 қойды бағып жүр. Уәзірлер: адамның жаманы сірә осы болар-ау деп тұрғанда әлгі адам: Уа мырзалар, жол болсын деді. Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның жаманын таба алмай жүргендерін айтады. Түсінікті, адамның жаманы керек болса, мен болам. Олай болса жарайды деп жаманды атына мінгестіріп алып ханға жөнеледі. Ханға келе жатып жаман: Адамның жаманын тауып алдыңыздар. Бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған екенсіңдер. Шөптің жаманы қарақоға, ал құстың жаманы сауысқан еді деп уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқанды алдырған. Уәзірлер мәнісін сұрайын деп еді. Хан алдында айтам деп жаман сөйлемеді. Уәзірлер келген соң хан әкелген адамға қарап: Әкелген адамдарың жарайды. Қазірге аспазшыға апарып беріңдер. Көже нан берсін, сыйласын. Ертең орта қалып тамаш етеміз деп жаманды ас үйге жібереді. Бірақ құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны көре бұларды әкелулеріңнің не жөні бар еді? деп хан уәзірлерге қатулана бастайды. Сонда уәзірлер: тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз шөп жаманы деп шеңгелді, құс жаманы деп қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан деп бізге оларды тастатып, қарақоға мен сауысқанды алдырды деп жауап береді. Хан тоқтаңқырап: Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан біледі? Алып келіңдер, сұралық деп бұйрық етеді. Жаманды ханға алып келеді. Хан жаманның бетіне қарап: мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім. Сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің? Тақсыр хан, 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман едім. Өмірім отын су тасумен кісесігінде құлшылықты өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңге дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып мал жемейтін шеңгел отым болып пайдаға асады екен ау деп ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып отқа жақсам жанбайтын еді. Үрлесем жалыны мен шоғы бірге сөніп күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін. Отқа жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын жиырып жемейді. Соң қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой деп ойлаушы едім. Қарақоғаның жамандығын содан білдім. Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің? Қырғауылдың қанаты бар да, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің сиықсыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы. Ал сауысқанның жүні ала болған сияқты өзі де ала. Бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған. Екеуі бірігіп қонбаған. Адам пайдасына аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан дейді. Сауысқан мен қарақоғаның жамандығын білдің. Енді өзіңнің жамандығыңды қайдан білдің? Уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып бала көрді.
келін жұмсап қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емес жақсымын ба? деп жаман ханға қарайды. Хан басын шайқап: Апырай, осы жаман болса жарар еді. Құстың, шөптің, өзіңнің жамандығыңа дәлел айттың, жарайды. Енді менің бір тұлпарым бар. Соны сынап бересің бе? Жақсы, сынап берейін. деп тұлпарды алып келген соң, жаман тұлпардың алды-артына қарап: Тұлпарыңыздың сипатынан мен таба алмадым. Енді мініп қарасам жөн болар еді. деп ханнан рұқсат сұрап, тұлпарға мініп, есік алдындағы өзеннен әрі-бері өтті де қайтып келіп: Тақсыр, тұлпарыңнан басқа мін таба алмадым. Тұлпарыңыз тек сиыр шатысы екен. Апырай, оны қайдан білдің? Айтқаның рас. Менің Ақшақан деген құдам бар еді. Соның тұлпар табатын бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп құлынды туа алмай өлер болған соң, бие өлсе өлсін, құлыны қалсын деп ішін жарып құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді. Әбден отығып кеткенше сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатысы екенін қайдан білдің? Тұлпарыңыз судан әрі-бері өткенде аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтті. Сиыр күніне 40 суарсаң да, судан айдағанда аузын суға малмай, артқы аяғын сілікпей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатысы екенін содан білдім. Жұрт таң қалып бір-біріне қарасады. Хан біраз ойланып отырып: Енді менің бір гауһар тасым бар. Сол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап. деп қазынасындағы тасты алдырып береді. Жаман тасты алып, салмақта байқап қарап отырады да: Сіздің тасыңыз рас, қасиетті тас екен. Бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тастың ішінде 2 ақ қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сырты қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң тесіп шығады, тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспай қалады. Жұрт не дерін білмей бірсыпырасы: Бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспайтын болса, тасты жаралық. депті. Бірсыпырасы: Жаманның сөзіне бола, тастан айырылмай хан ем. депті. Ақырында тасты жармақшы болады. Тасты жарып қараса, ішінен 2 ақ қарабас құрт кеулеп, тесуге жақындап қалған екен. Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің? Тастың қасиетіндей салмағы да болуы керек. Тас жеңілдеген екен. Құрт бар екенін содан білдім. Апырмай, сен жаман болмадың ғой. Қайда сен бір данышпан болып жүрме? Ал сен менің өзімді сынашы. Мен неше атамнан бері хан екенмін. Жақсы, сынайын. деп тақта отырған ханның алды-артына шығып, алдына келіп, ханның бетіне тіке қарап тұрып: Тақсыр ханым, ақыл ойың ешкімнен кем емес. Бірақ хандық қарабасыңда қарадан туып хан болғансыз. Атаңда хандық жоқ. Жоқ! Қате айтасың. Мен 7 атамнан бері ханмын. Өзімді қойғанда 6 атамды қайда жібересің? Жоқ, тақсыр. Сіздің қарабасыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ. Сіз нағыз Наубайдың баласысыз. Капырмау, мұна жаман не дейді? Халқым, мен хан баласымын деп жүредім. Шақырыңдар анамды. Ол о дүниеге біреудің қанын жүктеп барып тәңір алдында қарабет болмасын. Не де болса шынын айтсын. Әйтпесе ашумен мұна жаманның басын кесемін. Шешесі келген соң, хан шешесіне жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп, сөзге кірісті: Шырағым, жасым 80-ге келгенде біреудің қанын жүктеп не қылайын? Бір сыр бар еді. Оны Тәңірінің өзі білетін еді, мен білетін едім. Мынау жаманың біліпті. Енді айтайын, атаң сенің зәрлі хан еді. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқан үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Сол үшінде зәрлі хан деп халық ат қойып еді. 20-шы әйел етіп мені алды. Мен де 2 қабат болған соң, жалғыз жанымнан қорқып, тәуіптерге қаратып едім. Сенің ішіңдегі қыз деді. Қыз тапсам мені де өлтіреді ғой деп қайғы жедім. Сол күндерде бір Наубайдың әйелі де 2 қабат болған екен.
оның да тамырын ұстатып қарап едім, оның ішіндегі ұлды еді. Жалғыз жаным үшін сол жерде маған ой келеді. Ол әйелді оңаша шақырып алып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп, ақыреттік дос болайық, ұл тапсаң ұлыңды маған бер, менің қызымды ал. Бірақ бұл сырды ешкім білмесін деп жалындым. Әйел табақтап алтын алып, бір жағынан мені аяп, сол жерде уәдесін берді. Туар кезінде Зәрліхан аңда еді. Екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, бір сағатта босанып, сырды ешкім білмесін деп басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң қолыммен алған шырағым сен едің. Енді бұл күнде мына жаманың оны біліпті. Сыр ашылуға тәңір жазса не шарам бар, деп сөзін аяқтай алмай шешесі жылап жібереді. Сөз тапқанға қолқа жоқ. Олай болса, мен таққа лайық емес екенмін. Осы оқиғаны оймен білген сіз лайықты екенсіз. Деп хан тағынан түсіп тақты жаманға береді. Жоқ тақсыр, кешегі күні жаман кісі керек дегенде ат артына мініп келген жаман едім. Бүгін таққа отырмайым. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар. Тағыңызға мініңіз. Деп болмайды. Хан таққа отырып: Апырмай, менің Наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз? Дейді. Сонда жаман: Мен жаман жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішер асы жалмен жай аузыңызға түспей, наммен көже түсіп, мені келісімен аспазға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің шонжарлы атаулы хан емес екеніңізді содан байқадым. Дейді. Жиналған жұрт таң қалады. Сол күйінше хан тағы да хандық қылды. Жаман оған жақсы уәзір болды. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жақты. Ал халық, мен де біраз хан болып қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма берем. Таққа сіз мінуге уақыт жетті. Қалған өмірде сізге қызмет етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін. Деп жаманды қолтықтап әкеліп хан тағына отырғызады. Елі 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, жаманды ақ киізге салып хан көтереді. Жаман Ақша ханның еліндегі үйін көшіріп алады. Жаман таққа мінген соң ешбір соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп қосыла беріпті. Сол уақыттан бастап әділдік үшін 5 ханның елі жаманға Аяз би деп ат қойып, сол аты өле-өлгенше қалды дейді. Аяз би әділ болды. Тура билік етіп, нашарларға қарасты. Баяғы өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын ордасының маңдайшасына шегелеп қойды. Кейде хандықпен көңілі ауытқып тура жолдан таяйын десе, шегелеуде тоны мен тымағына қарап: Ай, Аяз, баймын деп аспа, ханмын деп таспа. Аяз, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл. Деп көңілін басушы еді дейді.